Сәлем бәріне, бүгін 25-те екінші есепті шығарамыз. Бұл жерде бізде функцияның графигін салу қажет, мына функцияның. Және де график бойынша функцияның өсу және де кему аралықтарын жазуымыз қажет. Ал бастайық. Ең бірінші x-тің орнына -1 санын қояйық. Сонда -1-ді қойған кезде бізде y шығады, -3-ке тең болады. Егер де x-ке 0-ді қойсақ, y 0-ға тең болады. Ал егер де жаңа 1-ді қойсақ, онда 1-ді 1-ге көбейтсек 1, -3-ке 1-ді көбейтсек -3 шығады. Енді осыны біз осы графикке орналастырайық. Ең бірінші x -1-ге тең, міне -1, y -3-ке тең 1, 2, 3, міне. x, y 0-ға тең 1, x 1-ге тең болса, y те -3-ке тең. Міне. Осылайдан графикті сызамыз. Енді бізде бұл жерде өсу аралығы мен кему аралығын табу керек. Өсу аралығы бізде минус шексіздіктен 0-ға дейін болады. Ал егер кему аралығын қарасақ, міне, мысалға кему аралығы болса 0-дан 0 ғой. Және де міне астына қарай мына жерден емес, мына жерден бастап астына қарай кеміп жатыр. Яғни мына жақ бізде оң жақ болғандықтан біз оны плюс шексіздік деп жазып аламыз. Сонда 0 де плюс шексіздік. Осылайынан. Келесі 25-те үшінші есеп. Бұл жерде функцияларының графиктерін бір координаталық жазықтықта салыңдар депті. Ал бастайық. Егер де біз x-ке -1 санын берсек, бізде бірінші функцияда y бізде нешеге тең болады? Қарайық. -1-ді -1-ге көбейтсек 1 шығады, 4-ті 1-ге көбейтсек 4 саны шығады. x-ке 0-ды берсек, y 0-ға тең болады. Егер де x-ке 1-ді берсек, y бізде шығады тоже 4 саны. Екінші функцияда x-ке -1-ді берсек, -1-ге -1-ді көбейткен кезде 1 шығады, сонда 0,125 саны. Яғни 1-ді 4-ке бөлеміз. y 0-ға тең. Егер де 1-ді қойсақ, шығады дәл сол 0,125 саны. Енді осыны графикке орналастырайық. Ал енді орналастырайық. x -1-ге тең болса, y бізде шығады 4. Сонда 1, 2, 3, 4 мына жақ. 0 болса 0 болады. X 1-ге тең болса, мына жақ болады. Сонда мынаны орналастырайық. Бұл бізде бірінші функция. Ал енді екінші функцияға қарайық. x -1-ге тең болса, y бізде 0,125 санына тең. Сонда мына жер. Ал егер де x 1-ге тең болса, y 0,125-ге тең. Яғни міне мына график. Осындай график шығады. Қарамен белгілегеннің бұл бізде екінші функция, ал көкпен белгілегеннің бұл бірінші функцияның графигі. Енді екіншісіне қарайық. Бұл жерде x-ке мысалға біз -2 санын берейік. -2 санын, сонда бізде y шығады. -2-ні -2-ге көбейткен кезде шығады 4, және де алдындағы минус пен -4. -1-ді берсек x-ке шығады. -1-ді -1-ге көбейткен кезде 1, алдындағы минус пен -1 шығады. 0-ді берсек y 0-ға тең. x-ке мысалға тағы да жай ғана 1 санын берсек, бізде шығады. 1-ді 1-ге көбейткен кезде шығады 1, алдындағы минус пен -1 шығады. 2-ні берсек, 2-ні 2-ге көбейткен кезде 4, алдындағы минус пен -4 шығады. Енді екінші функцияға қарайық. Бұл жерде мысалы -3-ті берсем, x-ке -3-ті берсем шығады. -3-ті -3-ге көбейткен кезде шығады жаңа. 25-те төртінші есепте бізде
мынандай функция берілген, және де осы функция графигінің көмегімен берілген өрнектердің мәндерін салыстырыңдар деген. Ал бастайық. Ең біріншісінде бізде өрнекте шығады 32,4 саны, ал мынау санда 102,4 саны. Яғни біз бұл жерде қайсыдан үлкен екенін жазуымыз керек. Әрине 102,4 саны үлкенірек. Бұл жерде бізде дәрежелер берілген. Соларға қарап біз оларды бір-біріне көбейту керек 4 рет. Сосын 0,4 саны көбейту керек. Міне осындай сан шығады. Екіншісінде мына жерде мысалы -2-ні 2 рет көбейтсеген, соны 4 шығады. 0,4 санын 4-ке көбейткен кезде шығады 1,6 саны. Ал мына жерде -3-ті 2 рет көбейтсеген, сонда 9 саны. 0,4-ті 9-ға көбейткен кезде шығады 3,6 саны. Енді бұл жер салыстыр дегенде мынау сан үлкенірек деп көрсетеміз. Енді бұл жерде бізде кесте сызу керек мынау функция үшін. Мен сызып алдым. Енді -2 санын қойсақ, мына x-дің орнына -2-ні 2 рет көбейткен кезде шығады жай ғана 4 саны. 0,4 санын 4-ке көбейткен кезде шығады 1,6 саны. Ал егерде -1-ді қойсақ, -1-ді -1-ге көбейткен кезде шығады 1, 0,4-ті 1-ге көбейткен кезде шығады 0,4 саны. 0-ді қойсақ 0, жағына 2-ні қойсақ, 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 0,4-ті 4-ке көбейткен кезде 1,6 саны шығады. Егерде жағына 1-ді берсек, шығады 0,4 саны. Енді осыны графикке орналастырайын. Егерде x -2-ге тең болса, онда бізде y саны 1,6 саны. Сонда бұл мына жері болуы мүмкін. Ал егерде x -1 болса, ал y 0,4 саны болса, ол где-то осы жері. Ал 0 болса 0-ға тең болады. 2-ні қойсақ, онда 1,6 саны шығады. Мына жер. Ал егерде 1-ді қойсақ, мына жерді, сонда 0,4 саны шығады. Енді осыны қосайын. Осындай бір график пайда болады.